Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін 15 минутта пісетін печенье дайындайтын боламыз. Видеоны толық көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да оңай, жеңіл рецепттер ұсынатын боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызбен қант ұнтағын араластырамыз. Егер қант ұнтағы болмаса, қанттың өзін пайдалана берсеңіздер де болады. Сұйық майымызды құямыз және ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды араластырып алып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды рецепте көрсетілгеннен көп салмаңыздар, себебі қамырыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Сіздерде осындай жұмсақ қамыр шығады, оны 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды ұзынша етіп жайып алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осылай кішкентай бөліктерге бөлдім. Мен әр қамырды дөңгелек етіп жасаған болатынмын. Сіз өз қалауыңызша басқа форма келтірсеңіздер болады. Дайын болған печеньелеріміздің бетін шаңышқымен басып шыққан болатынмын, шаңырақ тәріздес етіп. Сіздер өз қалауыңызша сәндесеңіздер де болады. Печеньелерімізді қызып тұрған 180 градус пеште 15 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің 15 минутта дайын болатын печеньелеріміз пісті. Рецепт өте оңай әрі тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да рецепттер болатын болады.